Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Енді біз амалдарды орындау Рүстемова тренажерінің 3-ші есебі ғой. Почти 5-ші сыныптың есебі болды. Енді бірінші амалымыз, біз бірінші нені орындаймыз бұл жерде? Бірінші жақшанышын орындаймыз. Енді неден нені? 63-тен 43 азайтамыз. 36-дан қаншаны? 23-ті. Енді бұны біз қосып азайту кезінде ортақ бөлімге келтіру керек. Енді ортақ бөлім қанша болады? Енді бәріміз білеміз оны. Қызылмен жазып қойайын. Мысалы 63 дегеніміз бізде 9 мен 7-нің көбейтіндісі. Ал 36 дегеніміз бізде 9 мен 4-тің көбейтіндісі. Енді екеуінде де бірдей сандар болатын болса, бірдей сандар сызып тастайсыңдар. Демек, 43-тің үстіне сол кезде 4-тен бересіздер. Ал 23-тің үстіне 7-тен бересіздер деген сөз. Сол кезде бұның ортақ бөлімі 63 көбейтілген 4 болады ғой. 63-ті 4-ке көбейтсек қанша болады? 240, 12, 252 болады. Ал енді 43-ке көбейтетін болсақ, 4-ті 160, 12, 172 болады екен. Азайтылған. Енді тура солай 7-ні 36-ға көбейтеміз, ол да 252 болады бізде. Енді 23-ті 7-ге көбейтеміз, 140, 21, 161 болады екен. Енді есептейік. 252, енді 171-ден 161-ді азайтамыз, ол бізде қанша шығу керек? 11 шығады екен. Енді мынау қызылмен көрсетілгендегідей ортақ бөлім берген. Біреу білсе, біреу білмейтін шығар. Осыны жақсылап үйреніп алыңыздар, себебі ортақ бөлімдегі, бөлшектің бөлімдегі сандар үлкен болатын болса, осы әдіс өте тиімді негізі. Енді екінші амалы осы шыққан санды не істейміз? Бөлеміз. Мысалы 55-тен, 84-тен 55 бөлу болып тұр ғой, бірден көбейтуге ауыстыра берейік бәрібір. Бөлу осы 252-ден 11. Енді оны көбейтуге ауыстырған кезде орын ауысып кетеді. 252 бөлшектің алымына, ал 11 бөліміне кетіп қалады. Өзі қысқаратындай болып тұр бәрі. 11 мен 55 қысқарады, мынада 1, мынада бізде 5 болады. Енді 252 84-ке негізі таза бөлінеді. Мына жерде 1 қалады. 84-ке қысқарады деген сөз, мынада 3 қалады деген сөз. Сол кезде бөлшектің алымында 5 мен 3-тің көбейтіндісі ол 15 болады. Ал астында 1 шығып тұр, ол бізде 15-ті бәрібір 1-ге бөлеміз. Бізде 15 қайтадан шығады. Себебі бөлшек сызығы бізде нені білдіреді? Бөлуді білдіреді. Енді үшінші амал мынау 2,3-тен 2-ні 1,9-дан 7-ге көбейтеміз. 2,3-тен 2 бөлеміз 1,9-дан 7. Демек бізде қанша болады екен? 3-тен бұрыс бөлшекке айналдырсақ 3-тен 8 бөлінген 9-дан 16. Бұл да әдемі қысқарып кетеді екен бір-бірімен қазір. Көбейтуге ауыстырған кезде 9 алымына кетеді, ал 16 бөліміне кетті. Енді 16 мен 8 қысқартамыз, мынада 1, мынада 2 қалады. 3 пен 9-ды қысқартамыз. 3-ке қысқартсақ, мынада 1, мынада 3 қалады екен. Демек, бөлшектің алымында 3 шығады, себебі мына жерде 1, мына жерде 3, ал бөлшектің бөлімінде 2 шығады. Енді 3-ті 2-ге бөлетін болса, ол бізде 1,5, дұрыс па? Енді төртіншісі, ең решающий бағана бізде екінші амалда тұр, мына 15 шыққан. Осы 15-ке несеміз, қосамыз 1,5-ті. Ол кезде бізде 16,5 шығады екен. Міне осы есептің жауабы бізде. Қатты күрделі емес, 5-ші сыныптың есебі. Есеп пайдалы болды деген үміттемін, әсіресе мынау ортақ бөлім беру әдісі. Кейде мысалы мынаған 63-ті беріп, мынаған 36-ны беріп, ұзақ санмен жұмыс істеп кетіп жатады көбіне оқушылар. Ал мына әдісті білсеңіздер өте тиімді болады. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.